Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ауызда еритін балды торттың рецептісін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, ұнап жатса бағалап кетіңіздер. Ең алдымен осы заттардың барлығын темір ыдысқа саламыз. Кастрюля болсын, шара болсын, 2 жұмыртқа, 1 стақан шекер, 150 грамм сары май және де 2-3 ас қасық бал. Енді осы ыдысымызды баяу отқа, яғни баяу газға қоямыз. Сары май, бал, шекер ерігенге дейін осылай араластырып отырамыз. Тек араластырып отырасыздар, өйткені сәл араластырмай қалсаңыз әсел тез күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да тек қана араластыра отырып ерітіп аламыз. Содан кейін қопсысқыш яғни разрыхитель қосып тағы да араластырамыз. Ол кезде уже газдың астын өшіресіздер. Осы кезекте сіздерге айта кететін жағдай, сіздің ыдысыңыз кастрюля болсын, осындай темір шара болсын, шұңқырырақ болған дұрыс, өйткені қопсықышты қосқан кезде смесь 2-3 есе ұлғаяды. Енді 20-30 минутқа суытып аламыз смесімізді. Суып тұрған кезде біз ұнымызды алдын ала дайындап аламыз. Мен мына жерде 5 стақан ұнды алдын ала дайындап илегішке өткізіп алдым. Осылай ұнды бірте-бірте қоса отырып, қамыр болып иленгенге дейін дайындаймыз. 1 стақан ұн артылып қалды, яғни менде 4 стақан ұн кетті. Осы балды торттың бір келкі қамыр болып иленуіне. Мына жерде камераға дұрыс түсіре алмай қалыппын, ол үшін алдын ала кешірім сұраймын. Осылай қолға жабыспайтын қамыр болғанға дейін илеп, бір келкі формаға, ұзын формаға келтіріп, 5 бөлікке бөлеміз. Менде негізі 6 корж шығады, бірақ та мен 5 бөлікке бөлемін, өйткені әрбір корждың жайған кезде формасын кесіп алғаннан кейін шет-шетінен қалдықтар қалып қалады. Сол 5 корждың қалдығын жинаған кезде 6-шы корж дайын болады. Сондықтан да 5 бөлікке бөліп жайып алсаңыздар болады. Алдын ала осылай дөңгелек етіп дайындап аламыз. Енді корждарымызды жаямыз. Мынау жайып жатқаным менде бұл тефлоновый коврик, көп рет қолдануға арналған. Мен уже қолданып жатқаныма 1,5 жылдай уақыт болды. Кез келген кондитерлік дүкеннен ала аласыздар. Асты жабыспайды, күймейді, қолдануға өте ыңғайлы. Міне духовкада, қызып тұрған духовкада 200 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әрқалай, сондықтан өзіңіздің духовкаңызға қарай пісіріп аласыздар. Мынау жайылмай тұрған дөңгелек қамыр бұл менде 6-шы корж, яғни 5 корждан шыққан, шет-шетінен шыққан корждардың жиынтығы. Қазір осыны жайып, соңғы корждарды салып аламын. Менде корждар дайын болып тұр, пісіп шықты. Енді кремді дайындаймыз. Осы жолы осылай сливкимен, маскарпонемен крем дайындағанда жөн көрдім. 150 грамм сливки құямыз. Менде 33% сливки, өздеріңіз сыртын көріп алыңыздар жаңа. Енді 100 грамм маскарпоне үстінен қосамыз. Екеуін бірінші кезекте жаймен деп араластырып аламыз. Сосын миксермен араластырамыз. Бір 5 минуттай араластырсаңыз да жетеді. Өйткені 10 минут, 15 минут араластыратын болсаңыз, сливкиіңіз тым сұйық болып формасын ұстай алмай қалуы мүмкін. Бізде балды торт өзінің пропитка болу үшін, көбірек жақсырақ пропитка, жұмсағырақ болу үшін мен сливкиді қатты қою болғанға дейін араластырған жоқпын. Яғни 3-4 минут қана араластырып, сосын үстінен сахарная пудра 200 грамм қосып, уже кремді дайындап алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сахарная пудра қоса бересіздер. Мен қатты тәтті болып кетпеу үшін, өзі балды торт тәттірек болғаннан кейін крем қатты тәтті болмас үшін 200 грамм ғана қостым. Біздің креміміз дайын болып қалды. Енді корждарды жинаймыз. Енді бұл жағы барлығына түсінікті шығар деп ойлаймын. Жаңа айтқандай мен осылай сұйықтау өтіп кремді дайындадым. Енді корждарды жинақтап жатырмыз. Ең соңынан осылай блендермен соңынан қалған коржды ұнтақтап аламыз сәндік үшін бетіне. Егер сіздерде блендер болмаса, кәдімгі таза пакетке салып, үстінен оқтаумен жүргізіп, ұнтақтап алсаңыздар болады. Онда тұрған ештеңе жоқ, разницасы жоқ, былайша айтқанда. Дайын болып қалды. Енді қазір тортымыздың үстін осы ұнтақпен әсемдеп шығамыз. Дайын болған балды тортымызды жарты сағатқа, 1 сағатқа пропиткаға қойып қоямыз. Қанша көп қойсаңыз, соншалықты жақсы болады. Бізде мына жерде 40 минуттай уақыт өтті, пропитка болды. Қазір өздеріңіз көретін боласыздар.
Міне өздеріңіз көріп тұрғандай осындай керемет балды торт дайын болды. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Өте оңай рецепт. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.